are you? Сәлем барлықтарыңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін керемет күн, өйткені біз бүгін ертегі туралы өтетін боламыз. Яғни бүгінгі біздің ертегіміз The King and the Bee деп аталады. The King and the Bee. King дегеніміз патша деген сөз. Және Bee дегеніміз ол ара. Патша және ара туралы өтетін боламыз. Біріншіден, біз ертегіні көрмес бұрын, менімен бірге оқып ал. Бірінші суретке назар аударшы. Мына жерде қаз-қатар сенің 28-ші беттегі, кітабыңның 28-ші беттегі барлық суреттер қаз-қатар шығып отырады. Сен мүмкін экранға қарап менімен бірге оқи аласың, немесе кітабыңа назар сал. Окей? Let's start. The King and the Bee. A rose. I'm sorry, my king. Silly bee. Hello, my king. Where's the real rose? Келесі бетті аша ой, 29-ші бетте біз әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. I don't know. Білмеймін. I don't know. Bzzz. A real rose. Me. That's a real rose. Clever bee. Бәрі бітті. Және ең соңғы астында смайликті бірге оқиықшы. Everyone, big or small, is clever in their own way. Бұл жерде әрқайсысы мүмкін мейлі ол кіші болсын, мейлі ол үлкен болсын дейді. Is clever in their own way. Әркімнің өз жолы бар дейді, өз жолы, өз ақылы бар дейді. Әрқайсының мейлі ол кішкентай болсын, мейлі бұл үлкен болсын. Сондықтан да үлкен адам болсын, кішкентай адам болсын, сен де кішкентай сияқты балалардың да өзіне сай ақылы болады. Ал енді біз ертегімізді аударайық. Жарай ма? Не туралы айтылды? Сен біздің бейнебаян, яғни мультфильмімізді, ертегі туралы мультфильмімізді көрген кезде міндетті түрде барлығын түсініп отыруың керек. Ағылшынша айтады ол жерде. Экранға назар салып, қарап отырған кезде бәрін құлағыңа сіңіріп ағылшынша сөйледі. Соны түсініп отыруың керек. Rose. Дейді, я? Роза деген сөз. Назар аудар мына сөзге. Rose. Rose. Repeat after me. Артына қайтала. Rose. Роза гүлді айтамыз, раушан гүл. Қазақша раушан гүл. Екінші суретте. I'm sorry, my king. Мені кешіріңіз, патшам дейді. Кәне артына қайтала. Кешірім сұраған кезде ағылшынша I'm sorry. I'm sorry. Үшінші суретте. Hello. Сен ол сөзді білесің. Hello, my king. Repeat after me. Hello, my king. Сәлем, менің патшам дейді. Амандасып жатыр. Одан кейін төртінші суретті қара. Where is the real rose? Where is? Кәне мына сөзге назар аударшы. Where is? Where деген сөзде W-дан басталып тұр. W-ді сен білесің бізде. O дыбысын береді. Сондықтан да where деп оқып тұрған себебім де сол. Және W-дан кейінгі H оқылмайды. Және where деп жазылып тұр, бірақ соңындағы I әрпі оқылмайды. Сондықтан да where. Және оған S жалғау жалғанған, to be етістігі. Where's the real rose? Where's дегеніміз ол бізде қайда деген сөз. Where is? Ендігі кезектегі сөзіміз real. Қайталашы артынан. Real. Real деген шынайы деген сөз. Шынайы гүлдер қайда? деп сұрап жатыр.
шынайы раушандар бәрі қайда кеткен? Деп патшадан сұрап жатыр. Окей? Және келесі бетнашавой ол жерде не деп тұр? I don't know. Мен білмеймін. Егер де сен менің сұрағыма жауап бере алмасаң, сен қалай жауап беруің керек? Білмей тұрсаң? I don't know. Repeat after me. I don't know. Балалар, now деген сөзде кей әрпінен бастап тұр. Бірақ ол knau деп оқылады деген сөз емес. Ол now деп оқылады. I don't know. Және 6-шы суретте жай ғана бззз деп жатыр, я? Real rose. Оны енді сен түсініп қойдың. Real rose дегеніміз шынайы гүлдер. Деп бізден естеді, ара тауып алды. That's real rose. Clever bee. Анау бізде не дейді? Шынайы раушан гүлі. Clever bee дегеніміз clever ақылды деген сөз. Ақылды ара деп айтып жатыр. Яғни сен де ақылды баласың. You are clever. Сен ақылдысың. Мен саған енді осыдан былай сен ақылдысың деп айтып тұратын болам ағылшынша. Сол кезде сен мені түсінуге тырыс. Жарай ма? You are clever. Good job. Ал енді мінекей біз барлығын аудардық және бәрін түсініп алдық. Жаңа сөздермен танысып алдық. Оқыдық. Ендігі кезек біздің ертегімізге келді. Okay. Look at our TV. The King and the Bee, a story from Russia. Look and listen. Rose. King. Bee. Clever. Let's watch. The King and the Bee, a story from Russia. A rose. Ouch! Oh, I'm sorry, my king. Silly bee. Hello, my king. Where's the real rose? Huh? I don't know. A real rose! Yummy! That's the real rose. Clever bee. Oh! Okay, did you like our fairy tale about the king and the bee from Russia? Yes, you know, the story is... The story from Russia, yes? Бұл орыс елінің ертегісі болып саналады, я? Саған ұнады деген үміттемін. Окей, балақай,
Бүгін біз көптеген сөздер өттік, бірақ соның ішінде ең нақты білу керек сөздері мына 4 сөз. Сенің кітабыңның 29 бетінің бас жағында тұр. Қарашы соған. Бұл жерде бізде 4 сөз тұр. Бірінші сөзіміз раушан гүлі, ағылшынша rose. Rose. Екінші сөзіміз, the second word is king. King. Я, патша деген сөз. Үшінші сөзіміз be. Кішкене созамыз, өйткені мен алдыңғы сабақтарда ескерткен болатын. Егер де екі и әрпі кезіксе, онда біз оны созуымыз керекпіз, я? E, B, B. And the last word is clever. Clever. Repeat after me. Қайталаймыз. Clever. Я, clever деп оқымаймыз, өйткені соңындағы ер деп жазылып тұр ғой, er, екі әріп бізде дыбысы береді. Сондықтан да ол бізде clever, ақылды, яғни білімі көп адамды айтамыз, я? Мінекей, бүгінгі осы 4 сөзді жаттаймыз. Ендігі кезекте, please open your activity book at page 16. 16 бетті аша қой, activity кітабыңның. Сол жерде өзің бүгінгі story time деп тұр. Сен әдеттегідей ол жерде бояуың керек болады, я? Әдемілеп біздің бүгінгі ақылды арамызды, ақымақ емес, ақылды араны әдемілеп отырып, гүлдерді, яғни раушандарымызды қызғылт түспен, red түспен, я, бояп, әдемілеп отырып. Одан кейін барып бізге не істеуіміз керекпіз? Астына жазуымыз керекпіз, я? Silly be a real rose. Дейді, я? Осы екі сөзді жаттап келеміз. Okay, see you the next lesson. I hope you will do your home task and see you again the next lesson. Goodbye.